Сіз медициналық көмекке жүгінгенде қандай қиындықтарға тап боласыз? Денсаулығымды түгел тексерту үшін мен бірнеше емханаға қараламын. Нәтижесінде уақыт пен қаражат жоғалтамын. Проблема – емханалардың көп салалы еместігі. Шешімі: демек, көп салалы емханаға қаралу қажет. Ұлттық ғылыми медицина орталығына келген әрбір науқас медициналық қызметтің барлық түрлерін сапалы әрі жылдам ала алады. Амбулаториялық емханада 20-дан астам дәрігер мамандар қызмет етеді. Олар интервенциялық кардиолог, аритмолог, кардиохирург, торакальды хирург, пульмонолог, нефролог, ревматолог, гематолог және де басқа да маман дәрігерлері чейкап кешенді емдеу бағдарламасында қатерлі ісіктерді ерте анықтаумен қатар әйелдердің денсаулығын жоспарлайды. Сонымен бірге жүрек қан тамырлары аурулары мен жүрек ырғағының бұзылуын анықтап емдейді. Стационарлық ем, интервенциялық кардиология және аритмология, кардиохирургия, хайфотерапия, хирургия және көз микрохирургиясы, терапия және соматика, гинекология және урология, онкология, бағаналы жасушалар мен емдеу бөлімдері бар. Диагностикалау бөлімінде сәулелендіру диагностикасы, эндоскопия, ультрадыбыстық диагностика, эхокардиография, доплерография және жүрек қан тамырлары ауруларын зерттейді. Зертханалық кешенге микробиологиялық, гистологиялық және гистохимиялық, цитологиялық және иммунофлюоресцентті жалпы клиникалық, биохимиялық, иммунологиялық, генетикалық зертхана кіреді. Оңалту және қайта қалпына келтіріп емдеу. Денсаулығыма байланысты МРТ-дан өту керек болды. Алайда бұл аппарат көптеген ауруханаларда жоқ болып шықты. Проблема – медициналық жабдықтардың ескіруі немесе мүлдем болмауы. Шешімі: материалды техникалық базасы жасақталған медициналық орталыққа тексерілу қажет. Біздің медициналық орталық әртүрлі аурудың түрлерін кен көлемде зерттеу үшін жоғары технология және заманауи зертханалардың көмегіне жүгінеді. Хайфотерапиялық ультрадыбыстық жүйе жоғары интенсивті ультрадыбыстар арқылы қатерлі ісік пен паразиттерді дәлдеп тауып, пышақсыз жойып жібереді. Өндіруші ел Қытай. Сандық МРТ жүйесі тең орналасқан биологиялық денелерді ауыртпай табуға мүмкіндік береді. Өндіруші ел Нидерланды. Сараптамалық аппараты ДНК деңгейінде тұқым қуалайтын түрлі дерттерді, сондай-ақ обыр, жүрек қан тамырлары ауруларын анықтайды. Менің ойымша, адамды емдеу ісінде отандық медицина дамыған елдерден біраз қалып келе жатқан сияқты. Проблема – пациенттерді емдеу ісінде ескі тәсілдер қолданылады. Шешім: науқастарды емдеуде ғылыми әрі инновациялық тәсілдерді пайдаланатын медициналық орталыққа қаралу қажет. Соңғы үлгідегі технологиялар мен шет елде оқып келген үздік мамандарымыздың арқасында біздің клиника бұрын-соңды болмаған оң нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Жетілдірілген әдістер келесі медицина саласында қолданылады. Жалпы медицина клиникалық тәжірибеде ауруларды зерттеудің молекулярлық генетикалық әдістері пайдаланылады. Бағаналы жасушалар мен қант диабетін, вирустық гепатитті, қызыл жегіні, шашыраңқы склерозды, қалқанша безі ауруларын емдейді. Сонымен қатар гемоэтикалық бағаналық жасушалардың трансплантациясы жасалады. Хайфотерапия, пышақсыз хирургия, аса қарқынды дәлдікпен ультрадыбыстар арқылы қатерлі ісіктерді емдейді. Кардиохирургия және аритмологияда стенттеу әдісі, аортаға, митральды және аорталы қалпақшаға реконструктивтік оталар жасалады. Хирургия және онкология, өңе шобырын эксплуатациялау және қатерлі ісіктерді аз инвазивті әдістермен емдеу, жою. Урология, лапароскопия, уретропластика, бүйрек пен несеп жолынан тастарды эндоскопиялық жою, жыныс мүшелеріне реконструктивтік операциялар, фаллопротездеу, қуық асты безі аденомасын лазермен жою. Торакальды хирургия, екіжақты бір мезеттік эхинококэктомия, бронхыға бірегей операциялар, бейнеторакальды перикардэктомия және тибобаны жою. Мен қаралатын емханада білікті мамандар жетіспейді. Проблема – дәрігерлердің біліктілігі төмен. Шешімі: ғылыми дәрежесі бар, немесе өз саласының білікті маманына және көп жылдық жұмыс тәжірибесі бар дәрігерлерге қаралу қажет. Ұлттық ғылыми медицина орталығында орталық Азияға танымал профессорлар мен үздік дәрігерлер шоғырланған. Білікті мамандарымыздың арқасында дертіне шипа таппаған науқастар жазылып, өлім алдында тұрған адамдардың өмірі құтқарылды. Медициналық орталықта 380 мейірбике мен мейіргер қызмет көрсетеді. Сонымен бірге 262 дәрігер еңбек етеді. Олардың арасында 60 медицина ғылымдарының докторы мен кандидаты бар. Жыл сайын 23 мыңнан астам пациент амбулаториялық көмек және 11 мыңнан астам пациент стационарлық ем алу үшін бізді таңдайды. Клиникада жыл сайын жүрекке 3500-ге дейін операция жүргізіледі.
терапевтік бөлімнің қызметіне 1000-нан астам адам ал бағаналы жазушылардың көмегімен денсаулығын қайта қалпына келтіру үшін жыл сайын 1,5 мыңнан астам пациент жүгінеді. Біздің орталық жоғары білікті медициналық қызметкерлермен және қазіргі заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген, халықаралық стандарттары бар клиника болған соң, сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеміз. Көп жылдық халықаралық байланыс, серіктестік аясында Американың NASA аэроғарыштық зерттеулер агенттігі қазақ жеріне қонған америкалық ғарышкерлерге медициналық көмек көрсету үшін ұлттық ғылыми медицина орталығын таңдады. Біздің клиника Еуро-Азиялық респираторлық қоғамның штаб-пәтері ретінде қызмет атқарады. Ұлттық ғылыми медицина орталығы бұл мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша 2001 жылы еліміздің жетекші клиникасы ретінде ашылған. Қазақстан Республикасының емге мұқтаж азаматтары біздің орталықтан тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде алады және сақтандыру полистерін немесе ақылы негізде медициналық қызмет түрлеріне жүгінеді. Сіздің денсаулығыңыз баға жетпес қазына. Бойыңыздағы дерт өміріңізге тосқауыл болмауы тиіс. Сондықтан біздің орталыққа қаралып, сапалы медициналық тексерістен өтіңіз. Дұрыс таңдау жарқын болашақтың кепілі.